Достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер күлшен нан лепешки дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны толық соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындаңыздар. Қамырға қажетті заттарды толығымен араластырып, қамырымызды илейміз. Ол 1 сағат, жарты сағат көлемінде жылы жерде көтерілгенше тұрады. Қайта басып қоямыз. Міне қамырымыз дайын. Енді күлшелерімізді реттеу үшін бізге қажетті бұл сұйық май. Қолымызды майлаймыз ыңғайлы болу үшін. Үстінен жағатын жұмыртқа, кейбір жағдайда сарысын пайдаланып, мен толық алдым, және кунжут, бұл жерде қара кунжут. 120 граммнан бөлдік күлшелерімізді, және 30 минутқа, жарты сағатқа демалып тұруға жібереміз. Демалып болған дайын қамырымызды ыңғайлап, дұрыстап, күлшемізді жасай бастаймыз. Күлшені жасаған кезде міндетті түрде ортасынан баса отырып, жан-жағын дұрыстап, қайта реттеп басып, күлшеміздің формасын келтіреміз. Күлшеміздің формасын жасаған кезде ортасын көбірек алыңыз, алшақ болды деп қорықпаңыз, өйткені ол көтерілген кезде өзінің орнына қайта келеді. Өте дәмді сондай күлше. Күлшенан міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Міне дайын болған күлшені формаға саламыз. Формаға салғаннан кейін жұмыртқасын сарысын жағып, кунжут себеміз. Міне достар, өте дәмді күлшені жасадық.